Қайырлы күн, достар. Ұлттық тағамның бірі шұжықты дайындайтын боламыз. Бұл рецепт үйдегі мамамыздың рецепті бойынша. Еттерді кесіп, маймен бірге тұзын, бұрышын, сарымсағын салып, бір күнге маринадтап қоямыз. Келесі күні жуылған шегімізге салып, керек мөлшерде кесіп, байлап, тесіп, дайындап қоямыз. Шұжықтың дәмін көру керек болды. Срочно ет астық. Дәмін көрдік. Өте дәмді болып шықты, сочный, майы жеткілікті. Сосын тағы да ет астық, қонақтар шақырдық. Сонымен нанымызды түсіріп, бетіне тұздығын құйып, сосын еттерімізді орналастырып, жілік, омыртқа, белдеме, қара кесек ет, қазы, қарта және шұжығымызды салып, қонақтарға ұсындық. Әдеттегідей толық рецепт YouTube каналымда. Ас болсын.